Қауіпсіздік және бейбітшілік бұл адамның басты құқықтары. Оларды сақтау біздің мемлекетіміздегі әрбіріміздің әрқашан міндетіміз болып табылады. Статистика әлемдегі әрбір үшінші әйелдің отбасында физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылыққа тап болатынын көрсетеді. Сонымен қатар, тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы жазылған арыз-шағымдардың құқық қорғау органдарымен қаралмағандығы, ал айыпталушылар жазасыз қалуына байланысты. Құқық қорғау органдары академиясының мәліметтері бойынша әйелдердің шамамен 70-90% жыл сайын полициядан көмек сұрамайды. Қазақстанда 2023 жылдың басынан бастап тұрмыстық негізде кемінде 18 кісі өлтіру фактісі тіркелді. Бұл қылмыстар отбасы мүшелерімен немесе олар сенетін жақын адамнан көрген қорлықтар. Осыған байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі шараларды заңнамалық тұрғыдан күшейту, отбасылық құндылықтарды ілгерілету бойынша жұмыс істеуге баса назар аудару қажеттігін атап өтті. Ұру, қаржылық зорлық-зомбылық, стереотиптер, жыныстық зорлық-зомбылық, қорлау, биліктің елемеуі, мұның бәрі оның жоқ дегені, иә дегенін білдіреді. Ол өзі кінәлі. Біз ер адамның оқиғасын естуіміз керек деген сөздермен ақталып аяқталады. Қандай да бір прогреске қол жеткізілсе де, әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық пен жәбірлеудің аяқталуы әлі жақын емес. Бұның бірнеше себептері бар: қоғамдық дискурс және биліктің әрекетсіздігі. Гендерлік нормалар ұлдар мен қыздардың өмірі ерте балалық шақтан бастап қалай ойлауы және өзін ұстауы керек екеніне әсер ететін ережелер. Олар гендерлік нормаларға байланысты ерлер мен әйелдерге қоғамда әртүрлі рөлдер беріледі. Ол жетпесе, әйелдер отбасына қамқорлық жасап, үй шаруасымен айналысуы керек деп күтілуде. Ал ер адамдар табыс тауып, түпкілікті шешім қабылдауы керек. Оның орнына әйелдердің міндеттері көбінесе отбасының жеке саласымен шектеледі. Ол ақысыз еңбек. Бұл жағдай сіздің әжелеріңізде, аналарыңызда болуы мүмкін. Ал қазір сіздің басыңыздан өтуі де ықтимал. Мұндай еңбек бөлінісі әйелдер үшін қолайсыз жағдайлар туғызады. Ақылы жұмыс статусы ер адамның күшін қамтамасыз етеді, бірақ әйелдердің ақысыз еңбегін қоғам бағаламайды. Олардың қосқан үлесі көрінбейді. Гендерлік стереотиптер болған кезде әйелдер мен қыздарға қатысты зорлық-зомбылық қалыпты және қолайлы деп қабылдануы мүмкін. Әйелдердің құқықтарын қорғау бағытталған заңдардың барына қарамастан, оларды құқық қорғау органдары жиі елемейді. Көптеген полиция қызметкерлеріне тұрмыстық зорлық-зомбылық пен кемсітушілік жағдайларын анықтауға және оларға жауап беруге дайындық жетіспейді. Бұл тиімсіз араласуға және құрбандарды қорғай алмауға келеді. Мұндай қылмыстардың алдын алу жөніндегі жұмыс полиция қызметкерлерін тұрмыстық зорлық-зомбылық және кемсітушілік мәселелері бойынша жан-жақты даярлауды, зиянды мәдени нормалармен күресуді және құқық қорғау органдарындағы институционалдық жағымсыздықтарды жоюды қамтиды. Жақында президент қоғамда әділдік пен тәртіп орнату үшін құқық қорғау органдары мен сот инстанциялары қызметкерлеріне айрықша жауапкершілік жүктелетінін атап өтті.